Францияның ұлы перзенті Ромен Роллан оны жаңа адамзаттың жыршысы деп атады. Ол туралы Мартин Андерсон Нексе, Михаил Шолохов секілді үлкен суреткерлер де ыстық ниет, бағалы пікір білдірген. Қазақ ақын жазушыларының өлең арнамағаны, немесе ол туралы жылы лебіз білдірмегені жоқ. Армысыздар. Бүгін сіздермен бірге 8-ші сыныпқа арналған қазақ әдебиеті бағдарламасында 100 жыл жырлаған жүрек Жамбыл Жабаевтың Сұраншы батыр дастанымен танысамыз. Жамбыл Жабаев 1846 жылдың 28 ақпанында қазіргі Жамбыл облысындағы Жамбыл тауының етегінде туған. Жасында оқи алмай қалған зерек бала көп нәрсені көзімен көріп, көңіліне түйіп өсті. Ол өмірінде ел аралап, үлкенді кішілі айтысқа түсіп, өлең терме жыр шығарды. Ақындық атағы өткен ғасырдың өзінде ақ бүкіл жетісу мен қырғыз еліне мәлім болған. 15 жасында ақындық өнер жолына түскен ол өмір бойы туған елін әнмен, жырмен тербеткен. Жамбыл Жабаев ақын, жырау, жыршы. Көзі тірісінде ақ 20 ғасырдың Гомері, халық поэзиясының алыбы деген атаққа ие болған. Ол қазақ халқының ғасырлар бойы жинаған сөз өнерін, оның үнжу маржанын ойына түйіп, бойына сіңіріп өскен үлкен талант иесі. Жамбыл 100 жасаған адам. Соның 85 жылы ақындықпен өтті. Ол әлеуметтік және жеке өміріндегі сөзінің көбін өлеңмен сөйлеген кісі. Сәбит Мұқанов. Ақынның 1936-1941 жылдары шығарған жырларының орны бөлек. Ұлы ақын қазақ поэзиясының даңқын бүкіл әлемге жайды. Жамбыл шығармалары дүние жүзінде 40-тан астам тілге аударылды. Ленинградтық өрендерім деген өлеңі жау қоршауында қалған қаһарман қаланың қорғаушыларын рухтандырды, қуат берді. Жамбылдың Өтеген батыр, Сұраншы батыр секілді дастандарында халықтың батыр ұлдарының жарқын бейнесі жасалған. Біз бүгін осы Сұраншы батыр дастанымен кеңірек танысамыз. Жырда жетісу қазақтарының 19 ғасырдың орта тұсында қоқан басқыншыларына қарсы күресі баяндалып, Сұраншы батырдың ерлігі мадақталады. Бұл дастандар ғасырдан ғасырға, жылдан жылға өлмей ақындар мен жыршылардың айтуымен осы бізге жетіп, жеке Жамбылдың өзінің редакциялауымен, яғни Жамбылдың өзінің тыңлап түзетуімен осылай баспаға шыққан дастан болып есептеледі. Қабағын түйген қанды жау, ұру, сабау, найзалау, үйіріліп елді айдады, Жанқараш пен Жантайдың шырылдатты сәбиін. Еңкілдетті кәрісін, бой жеткен қыз келіншек, қатарымен тарттырып, күңірентеді тау үшін. Қоқаннан келген көп әскер, мал мен басты шулатып, қой шайырып жинайды. Жырда Сұраншының барлық ойлары мен іс-әрекеті ертедегі эпос батырының тұлғасын танытады. Ол халықтың тарыққанда сүйен шететін бірден бір ұлы болып көрінеді. Тар кезеңде Сұраншы тапқан ақыл мен батыл шешім ел көкейіндегі ең керекті сөз болып естіледі. Ел жақтамас көп жаудың көптігінің себі жоқ. Оның аты боргемік, талмасқа шыдар белі жоқ. Озып шабар жүйрікке ылдыйы мен өрі жоқ. Батыр туған жігітке шабатын жаудың көбі жоқ. Батыр тұлғасы соғыс үстінде ерекше көрінеді. Бұл тұстағы суреттер де әсірелеу заңдылығына сәйкес берілген. Соңында 300 сарбазы бар Сұраншы 10 мыңдаған қоқар әскеріне бөрідей тиеді. Дастан 19 ғасырдағы қазақ елінің, соның ішінде жетісудың тарихи әлеуметтік жағдайын көрсетеді. Тарихи деректердің бағыты дұрыс көрсетілуі шығарманың реалистік ажарын арттырады. Жетісу жерінде болып өткен басқыншылықтардың шет жағасын бала кезінде Жамбыл өз көзімен көрген, немесе ізі суымаған оқиғалардың сарынын естіген. Бұл дастанды Жамбыл сарбаспен айтысында жырлайды. Сарбаспен айтысында Жамбыл айтады: байлықты
басқаны айту керек жоқ. Батырлықты, елдікті айту керек деп. Яғни Жамбылдың өзі батырлық деген, елдік деген нәрсе осы дастанда екенін білдіріп, Сарбас сен тыңла, бізде мынандай батырлар болған деп, Сұраншы туралы, Саурық туралы, Өтеген туралы, Домалақ ене туралы үлкен-үлкен дастандарды сол айтысты алғашқы рет жырлаған. Бұл арада тарихи әлеуметтік ахуал мейлінше нақтыланады. Бұрыннан Жетісуға бауыр басып қалған Қоқан әкімшілігінің әрекеті ақындық тілмен сипатталған. Сол кездегі қазақ ауылдарының көсемдері тар кезеңде ақыл, қайрат таппай, өзінің жанын сауғалап, ел мүддесін ұмытып кеткендерін шыншыл ақын Жамбыл әділ әшкерелейді. Дулатта батыр Сыпатай жаудан қорқып сенделіп, Сарбұлақтың басына, Аңырақайдың тасына түнде барып тығылды. Батыр тұлға бола алмай, елдің жүгі жығылды. Жырда Жетісу елінің ішкі жағдайларын тануға көмектесетін нақтылы деректер бар. Жаудан қорқып қашқан, тоз-тозы шыққан, қазақ ауылдарын паналаған жерлеріне дейін шығармада дәл баяндалған. Сұраншы батырдың руы, Шапыраштының әлеуметтік жағдайын ақын тайға таңба басқандай әйгілеп береді. Шапырашты елінің қонысы тар, малға кедей екендігін, тіпті Сұраншының өзі тапшылық қыспағында күн кешкенін жыршы жасырмайды. Сұраншы батырдың ата тегін, батырлық әулетін мақтаныш етіп айта келіп, олардың қиын қыстау кездерде бүкіл елдің намысын қорғап келген айбатына тоқталады. Сондай елдердің кедейліктен көшуге көлік таба алмай қала беретіндіктерін баяндайды. Ақын халықтың анық досы кім, жауы кім деген мәселеге сара көңілмен талдау жасайды. Сұраншы батырда ол оқиғалардың таптық әлеуметтік астарын әдемі бағдарлайды. Сұраншы батыр шежіре тарихтың қатпарлы сырларын тануға мүмкіндік береді. Тарихшыларға қажет бағалы мағлұматтар да ұсынады. Жырда Қырғыз ханы Орманның қанқұйлы әрекеттері, Құдияр ханмен ымыраласып, бейбіт қазақ ауылдарын талағаны құжатқа бергісіз шындық болып елестейді. Қоқанды құртқан Құдияр патшаға қарсы тұратын, қуаты жоқ бойында Қырғызды қанға батырған, әркімге бір сатылған Орман хан бар қолында. Патшадан бұрын алайық, қазақты барып талайық деген мақсат ойында. Жырдың екінші бөлігінде сұраншыны өлтірмек боп, балағаттап хат жазып, соғысқа шақыратында осы Орман хан болды. Дастанда қоңсылас, туыс қырғыз халқы мен Орман хан саясаты екі басқа екені айқын көрсетілген. Дастанның соңы дәстүрлі эпикалық аңыздардың сарынына үйлес. Орман ханның батырларымен шайқаста сұраншы жауларын мұқата біледі. Ауыр жарақаттанса да өз еліне аман келеді. Бұл дастанның негізгі бүгінгі таңда құндылығы деген нәрсеге келетін болатын болсақ, бұл мына елді жерді бүгінгі қазақтың ұлан-ғайыр жеріне көз алартушылар, қазақтың жеріне қызығушылар өте көп болып тұрған кезде, елді жерді көздің қарашығындай сақтау керек деген нәрсені балалардың, оқушылардың сана сезіміне құйып беретін бірден бір шығарма деп есептейміз. Жамбыл жырлары теңіз түбінде шашылып жатқан маржан сықылды. Оны жинап алып, халқының қолына беру біздің әрқайсымыздың азаматтық борышымыз. Сәкен Сейфуллин. Қорыта айтқанда, тума талант, ақиық ақын, ғажайып жыр дүлдүлі Жамбылдың шығармашылығы өмірді өлеңмен өрнектеудің озық үлгісі. Оның мұрасы ескірмейтін, мәнін жоғалтпайтын дүние. Ол халқымен бірге мәңгі жасай беретін алып тұлға. Заңғар талант болып қала бермек. Осымен мен сіздермен қоштасамын. Аман сау болыңыздар.